Армысыздар менің қолдаушыларым. Менің арнама қош келдіңіздер. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз, онда міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Көп рахмет. Алланың нұры жаусын. Гаухар. Бүгін ойым оңға, санам санға бөлініп, басым қатты. Қайдағы жайдағы жұмысқы ойлар мені қыл мойынға тақап дегбірімді тауысып бара жатқан сияқты. Әттең қас қылғандай тап қазір қасымда емессің ғой. Әйтпесе ішімде қазандай қайнап, жанымды қоярға жер таптырмай буырқанып жатқан сыр сезімдерді өзіңе түйдек-түйдегімен ақтарып, еңсемді езе түскен ауыр ойлардан арылып, жеңілдеп қалар едім. Қапасқа түскен құс тәрізді мына аурухананың еріксіз тұтқыны боп, төсекке жіпсіз байланып, ой қиялға шырмалып жатқаныма да 2 айдан асып барады екен-ау. Кейде маған сау саламат шапқылап жүрген балауса өмір 6 қырдың астында қалып қойғандай боп көрінеді. Бірақ бостан босқа ойға малтығып, салы суға кетпесін деп күні бүгінге дейін өзіңе тіс жарып, сыр білдіргем жоқ. Әйтсе де осы бір дертке шалдыққалы бері менің ішкі дүниемнің астан кестеңі шығып, өзімнен өзім ызаға булығып, жарылып кете жаздап жүргенімді сен қас қабағымнан ақ қалт жібермей танисың ғой. Рас, мұндай қатерлі науқас адамның бойына ғана емес, ақыл ойына да запыран зәрін құйып, аяусыз улап тастайды екен. Бірақ сен мені аз күнгі азапқа төзбей, тауы шағылып, тауаны қайрып қапты деп ойлама. Сол нәрсеге жібі босай қалатын күйреуік жандарды көрсем-ақ арқам қосып кетеді. Онша-мұнша сырқаттың тауқыметін көтере алмай, иленген терідей болбырай қалатын жан мен емес. Гаухар, сен тірі тұрғанда мойныма тау тесіп ілсе де қыңқ етпейтініме иманыңдай илана бер. Тек 40-тың қырқасынан аспай жатып-ақ, қияметте ауыр дертке шалдыққанымды есіме алған сәттерде ғана мен көңілімнің көк жайлауынан ел көшіп кеткендей құласып қалам. Әрине, адамның қашанда басы аман, бауыры бүтін боп, ауырмай сырқамай айдарынан желесіп жүргеніне не жетсін. Бірақ ғұмырында сірә мұрттай ұшып ауырып көрмеген, өзін науқас қаттырақ қысып, жаны жарға таянбаған адам көп нәрсені терең түсіне де, сезіне де алмайтын шығар. Өйткені ажал үрейі өз басына шындап төнген қауіп қатерлі сәттерде ғана сан жылдар бойы жүректің терең түкпірінде әбден бұйығып жатқан, ұйлығып қалған ой сезімдер оянып кететініне көзім жетті. Осы ауруханаға келгелі бері ғана ұйқылы зердем оянып, санамның көзі шындап ашыла бастады десем, иланасың ба? Гаухар, саған бүгін мұның бәрін қалай түсіндірсем екен? Жайшылықта біз көп нәрсені ой елегінен өткізіп, екшеп елеп жатпайды екенбіз. Оған күнделікті күйбеңмен жүргенде мұршамызда келмейді. Мойнымызда жар бермейді ғой. Ал ауруханада санамен сарғайып жатқанда ой түбіне жетпек боп, қиял қойнауының қатпар-қатпарын ақтара беріп, шақшадай басым шарадай болды. Кешегі бір түннің өзінде төсегімнен 9 тұрып, 90 толғандым десем өтірік емес. Ержан не ойлады екен дейтін шығарсың. Есіл дертім сен боп қалдың ғой, Гаухар. Балаларды ойлаймын. Болашағымыз туралы толғанам. Гаухар, бәрі де кеше ғана болған сияқты еді. Сөйтсек, екеуміздің отбасы құрып, өз алдымызға түтін түтіде бастағанымызға да 10 жылдай боп қаптау. Өмір өзен 1 минутқа кідірмей, сынаптай сырғып өтіп барады екен ғой. Сау кезімізде соңымызға шалтақтаудан көрі дүрмекке ілесіп, алға қарай ұмсына берсек керек. Әйтсе де жолаушының оқта-текте бір тоқтап, өзі басып өткен өмір жолдарының кедір бұдырына көз қырын тастап қойғаны да зиян емес пе деп қалдым. Өйткені кешегі кемшілік ертеңге сабақ қой. Міне, біздер 10 жылдан бері бір мәртеде 100 шайыспай, әй шәйдеспей, тату-тәтті өмір сүріп келдік.
Адам сірә бұл өмірдің қызығына тойған ба? Дегенмен өзіңмен жақсылы жаманды бірге өткізген азды көпті күндеріме мен өлгенше ризамын. Жоқ, атай көрме. Мені өзіңмен бақылдасып, қоштасып жатыр екен деп ойлап қалма. Рас, қазір мен жатқан аурухана жеңіл-желпі сырқаттар келетін жер емес. Бұл нейрохирургия ауруханасы. Мұнда ең қиын, ең қауіпті операциялар жасалады. Адам миының ішіне яки омыртқа сүйектің қуысында жасырынып жатқан жұлынға операция істейді. Мұнда адамның бас сүйегін яки омыртқасын құдды жаңғақ шағып жатқандай шақыр-шұқыр аршып, бұжыр-бұжыр ми етінің қат-қабаттарын тілгілеп, жалғап жамап жатады. Осындай венерациядан аман-есен шыққан науқас адам құдды тозақ отынан өтіп келгендей ақырет азабын шегеді десем, артық айтпағаным. Тіршілік үшін ажалмен арпалысқа түсіп, өмірдің зәрін татып жатқандарды күнде көрем. Өзімнің де дәл сондай операцияға түсіп, солар сияқты қиналатыным есіме түссе болғаны, денем түршігіп төбе құйқам шымырлап кетеді. Бірақ ой азабы адамның ұшар көгін, қонар көлін тарылтып жібереді екен ғой. Кейде мен өзімді бірте-бірте ой жеңіп барама деп іштей тіксініп қалам. Сондықтан дәл қазір қасымда болмасаң да, бар сырымды өзіңе осылайша ақтара бергім келіп тұр. Гаухар, сені тура бүгінгідей ешқашанда аңсап, сабыр суым сарқыла күтпеген едім. Мүмкін бұл әдеттегі үйреншікті сағыныш емес. Өзіме де беймәлім басқа бір сезім шығар. Кейде адамда мұндай да болады екен-ау. Өзіңді кеше ғана көрдім, ал бүгін сағынып қалдым. Жәудіреген мөлдір жанарыңды да, сүйріктей аққу мойныңды да, үлпілдеген көмір қара шашыңды да, қас-қағымда жанымды баурап әкететін сүйкімді насқылығыңды да аңсадым. Мүмкін сен басқалар үшін айта қалғандай әдемі де емес шығарсың. Мұның бәрі менің қанатты қиялымнан туған сағым бейне ғана болар. Бірақ мен үшін өзің ең қымбатты жан екеніңе бүгін анық көзім жетті. Неге дейсің ғой? Асықпа. Бәрін рет-ретімен айтамын. Бір айдан кейін сен 27-ге толасың. Ал мен 35-ке шығамын. Арамызда тұтас бір ғұмырдай боп 8 жыл көлбей түсіп жатыр екен-ау. Соны бүгін ғана тұңғыш рет ойлаппын ғой. Өйткені ол екеуміздің де ойымызға кіріп шыққан емес. Білем, сен қазір жұмыстасың. Мен сияқты кімнің нешеге келгенін есептеп, бос қиялға беріліп жатқан жоқсың. Әсіресе мен ауруханаға түскелі бері жұмыс басты, ер жанышты боп кеттің. Өйткені бәрін үй шаруасында, бала күтімінде жалғыз өзің тындырып жүрсің. Бүгін сен жұмыстан шыққан бойда тура балалар бақшасына барасың. Қайратта келесің. Оған дейін мектептен мұхит та кеп қалады. Сосын үшеуің маған келесіңдер. Оған дейін әлі бірнеше уақыт бар. Ал мен қазір сол өзім көрген кереуетте шалқамнан түсіп, қыбыр етпей, сан қилы ойға шомып жатырмын. Кешегі өзім көргендей мәре-сәре емеспін. Бүгін көңілім су сепкендей басылып қалған сияқты. Неге дейсің ғой? Түскі тамақты енді алдымызға алып едік, бір топ дәрігер сау етіп, біздің палатаға кіріп келді. Жүрегім тас төбеме шықты. Өйткені олар түскі ас кезінде сірә бүйтіп келген емес. Араларында осы мен жатқан аурухананың бас дәрігері, өзің білетін профессор әйел бар. Демек біздің 6-шы палатадағы 3 науқастың біріне шұғыл түрде операция жасау керек болғаны деп түйдім. Кімге, қайсымызға, неге тезірек айтпайды? Соның алдында ғана біздер қалжың күлкіге енді көшкен едік. Нейрохирург профессорды көргенде
Күлкіміз пышақпен кескендей күрт түйілді. Шыдам төзімім таусылса да, жұмған аузымды ашуға шамам келмей, іштен тынып, оқ тиген ұзақ көзденіп, жата бердім. Тағатым таусылып, тынысым бұрынғыдан бетер тарыла түсті. Бірақ еңсені жаншып жіберердей, өлі тыныштықты бұзуға ешкімнің жүрегі дауаламай-ақ қойды. Бір кезде барып, профессор қолындағы көкшіл қағазға үңілді. Сол сәтте ол маған бейне бір айтуға ауыр, аса қатал үкімді оқып, естіртейін деп тұрған соттың төрағасы тәрізді боп көрініп кетті. Профессор мен жаққа қарады. Мен одан қаймығып, жүзімді тайдырып ап кеттім. Бірақ құтыла алмадым. Ол қағаздан басқаларды емес, тура менің фамилиямды оқыды. Сосын профессор маған тік қарап, ертең сізге операция жасаймыз, деді де, әлгі ақ қалатты бір топ адамды соңына ертіп, дереу палатадан шығып кетті. Сол-ақ екен, жанымда жатқан екі науқаста иықтарындағы зілдей жүкті біреу лып еткізіп лезде алып тастағандай-ақ, деп, жеңілдеп, тыныстары кеңіп сала берді. Дегенде мен сең соққан балықтай есеңгіреп, не істерімді білмей, ошарылып қалдым. Сәлден кейін барып, көзім бұлдырап, құлағым ың-шың боп шулап кетті. Не керек, бүгін ойда жоқта көңіл күйім сабындай бұзылды. Әп сәтте жаным құлазып, көңілім ойсырап қалды. Әлденеден меселім қайтып, қажырым мұқалғандай болды. Жаңа ғана палаташы жап-жарық нұрлы шуаққа толы сияқты еді. Енді айнала төңіректің бәрі күңгірт тартып, тылсым үрей төніп келе жатқандай. Әзірше өзіме де беймәлім бір жамандықты сезгендей, жүрек құрғыр зуылдап, алып ұшып барады. Не болды маған? Соншама неден зәрем қашады? Ертеңгі операциядан жүрегім шошып жатыр ма? Гаухар, сен біздің профессорды білесің ғой. Ол өзі мығым денелі, сәл еңкіштеу, қабағы түксиіп қалған мосқал әйел. Бір қызығы оның жүріс-тұрысы да, адамдармен сөйлесуі де, тіпті гүрілдеген жуан даусы да әйелден гөрі ер адамға көбірек ұқсайды. Ауруханада оны ешкім Елена Андреевна деп аты жөнімен атамайды. Жұрттың бәрі, аурулар да, дәрігерлер де профессор дейді. Елена Андреевна басқа дәрігерлер сияқты қиын жағдайда қипақтап, мәймөңкелеп жатпайды. Құтты төбеден тоқпақпен қойып қалғандай етіп, ойындағысын тура айта салады. Мүмкін сол себепті шығар, әйтеуір, осындағы науқастар оған инедей шүбә келтірмей, иманындай сенеді. Әдетте профессор науқас кісілерге, әсіресе бүгін ертең операция столына жатайын деп тұрғандарға жылы шырай байқатпайды екен. Қайта әлденеге қатты жаны кейіп тұрғандай сыңай көрсетіп, күрең қабақ танытып, қатал сөйлеседі. Мұндай жасанды қаталдықтың бар құпия сырын мен кейінірек барып түсінгендей болдым. Әр сөзін шегелеп жатқандай-ақ, нығыздап айтып, даусын сәл көтеріңкіреп, ызалы үнмен сөйлесудің кімге керегі бар дейсің ғой. Мұнда гәп бар екен. Оны өзімде кеште ұқтым. Ажал иісі аңқыған қан майданға кірер алдында, азды көпті үрейге бой алдырып тұрған жауынгерді, сәлде болса демеп, жігерлендіріп, жан дүниесін шықпыртып жіберетіндей қаһарлы сөз қажет емес пе? Арпалыс алдында командир жауынгерлеріне айналайын деп, жәмпеңдеп жатпайды. Қайта қаһарына мініп, өз бойындағы жауға деген өшпенділікті, ашу ызаны, от жалынды қатардағы жауынгерлерге де бөліп бергісі келгендей, өзінен өзі буырқанып, бусанып, айбат шегіп кетеді ғой. Мұның өзі солдаттарды табанда жігерлендіріп, бойына күш қуат беріп, қайрат беріп жібереді. Біздің профессорда әрбір нейрохирургиялық операцияны
адам өмірі үшін болған қан майдан деп біледі. Өзін сол қиян кескі шайқастың командирі сезінсе керек. Ал біздерді, науқастарды, әрине ол бұйрықты мүлтіксіз орындауға тиісті солдат санайды. Ауруды жеңіп шығу үшін сендер өздерің де аянбай, барларыңды салып күресулерің керек дегенді бізге жиі айтады ол. Осындай дертке шалдығып, ауруханаға түскелі бері өзімде әбден күдікшіл, кісі қабаған аңдығыш боп кетсем керек. Мен қазір кез келген адамның өзім туралы не ойлап тұрғанын бетіне бір қарап-ақ, көздерінен қапы жібермей оқимын десем, иланасың ба? Тегінде өзгелердің ой-пікірін жүзіне қарап, осылайша оқи алмаған жандар бақытты шығар. Біреудің мал-мүлкіне көз салып жүрген ұры сияқты боп, әлде кімдердің ішкі дүниесін, ішек қарнын рентгенмен қарағандай ұдайы көріп отырудың несі мәртебе. Жұрттың айтуынша профессор әдетте кеселі тым асқынып кеткен, операциядан тірі шығуы дүдамал науқастармен ғана сыпайылық сақтап, жылы шыраймен жақсылап сөйлеседі екен. Ол жаңа біздің палатаға кіріп келгенде маған біртүрлі мейірлене, жаны ашып қарағандай болған еді. Содан секем алып қалдым. Демек, мен ертеңгі операцияның өзінен емес, профессордың мені әлденеге қиғысы келмегендей-ақ іштей мүсіркеп тұрған мейірімге толы көздерінен үрейленіп кетсем керек. Рас, мен өзіме операция жасалатынын бүгін ғана естіп отырғаным жоқ. Маңдайшасына абажадай кесек әріптермен баттитып, нейрохирургия деп жазылған есіктен кірген әрбір адам о бастақ мені операция жасауға іштей бел буып келген жандар. Олар осы есіктің табалдырығын аттаудан бұрын талай-талай түндерді ұйқысыз өткізіп, ақыры басқалар қалмаған соң осы адамға тәуекел жасаған кісілер. Көксемсердің жүзінде қылшылдап, ителігідей жұтынып тұрған небір жүрек жұтқан жігіттердің өздері де осы еске келгенде ұнжырғалары түсіп, әлекей-шәлекей боп қалғанын талай көрдік. Бәріміз де мына есіктен қорқа-қорқа кіргенбіз. Неге дейсің ғой? Өйткені мұнда адамның ең жанды, ең күрделі жеріне миына операция жасалады. Көне медицина ғылымының басқа салаларымен салыстырғанда нейрохирургия әлі жас екен. Адамның бүкіл организмін басқарып тұрған сиқырлы орталықтың ғылымға белгісіз сырлары да аз емес тәрізді. Әсіресе арқа омыртқаның ішінде жатқан жұлын ми хақында әзірше адамзаттың білетіні мардымсыз сияқты. Бір жолы маған профессор әзіл шынын араластырып, қазір адам баласы өз жұлынының қызметінен гөрі аспандағы айдың құрамын жақсырақ біледі деп күлген еді. Мүмкін сонысы рас та шығар. Әйтеуір операция столына жатқандардың бәрі бірдей тірі шығады деп ешкімде, тіпті осы аты шулы профессордың өзі де кепілдік бере алмайды. Иә, нейрохирургия ауруханасының табалдырығынан өз еркіммен аттап өтіп, ішіне кіруге өзін өзі қалайда көндіре алған кісілер бір жағынан үмітке иек артып, ал екінші жағынан ажалды іштей мойындап келген жандар. Мен де солардың бірімін. Соны ұмытпа, Гаухар. Тіршіліктегі ең қатерлі, ең сұсты нәрсе өлімнің өзіне де тәуекел жасап, ажалға бас тіккен адам енді неден жасқанады дейсің ғой? Айтайын, бір айдан кейін келетін өлім қатерінің қорқынышы бір бөлекте, тап қазір бүгін ертең төбеңнен төніп тұрған үрейдің жөні бір бөлек екен. Бір айдан, не бір жылдан кейін болатын операциядан адам онша шоши қоймайды. Арада әлі уақыт бар деп әркім өзін өзі іштей жұбатса керек. Мұндайда науқас жандар уақыт дейтін қорғанды паналап, соған арқа сүйейді.
Ал ертең операция дегенді естігенде адам жан-жағынан жаудың оғы борап тұрған қиын қыстау сәтте бас паналайтын бірде-бір бұтасы жоқ, алақандай ашық далада қалып қойған жауынгерге ұқсайды. Жаңа ертең дегенді естігенде мен сондай күйге түстім. Рас, мен бойымды үрей билеп, көңілім сөгіліп бара жатқанын тірі жанға сездірмеуге тырыстым. Бірақ қорқыныш сезімі адамның еркінен тыс нәрсе ғой. Құрық тимеген асаудай тулайтын үрей сезіміне тізгін салып, ауыздықтап алу көрінгеннің қолынан келе беретін жеңіл желпі іс емес. Ішкі дүнием алай-дүлей боп, дауылды күнгі теңізде толқып жатты. Теңіздей тулап, бойымдағы басқа сезімдерді бас көтертпей тұншықтырып, билеп төстеп бара жатқан қаһарлы үрей бір сәт өзінен өзі саябырлап, сабасына түсе бастады. Әп сәтте қанымды қақ қылған қап-қараңғы қорқыныш пердесі өзінен өзі ысырылып, сонау көкжиектен үміт шұғыласы шашырай бастағандай болды. Шынында да, осы мен неге сонша үрейленем? Неге құтым қашады? Неден қорқамын? Операциядан ба, әлде өлімнен бе? Жалпы қорқыныш, үрей деген не өзі? Ойымнан осындай сауалдар шықпай-ақ қойды. Енді осы сұрақтарға жауап таппай тұрып, көңіліңнің тыншымасын, басқа нәрсе ойлай алмайтынымды сездім. Гаухар, сенен несін жасырам? Жайшылықта қоян жүрек қорқақтығым байқалмаған сияқты еді ғой. Мүмкін кімнің қорқақ, ал кімнің батыр екенін тек төбеден төнген өлім қаупі ғана анықтайтын шығар. Әйтеуір, мына үрей мені ой азабына салып қойды. Қазір ешкімнің сөзіне сене қоймайтын сияқтымын. Бұрын өзім анық-қанық білетін нәрселерге де бүгін іштей күдіктене бастадым. Бұл не? Үрей адамды ойшыл етіп жібере ме деп қалдым. Мен қорқыныш, үрей сезімі хақында бұрын соңды ойланып көрмеген едім. Ойланатын несі бар дейсің ғой? Бар екен. Аузын арандай ашқан ажал мен жеме-жемге келгенде ғана адам осындай сауалдарға жауап іздейтін шығар. Сонымен мен неден қорқам? Ертеңгі болатын операциядан ба? Демек, операцияға, оның сәтті боларына онша сенбегенім ғой. Сонда үрей дегеніміздің өзі сенімсіздіктен туатын болғаны ма? Мұндай күрделі нейрохирургиялық операция сәтті аяқталады деп, күні бұрын ешкім үзілді-кесілді айта алмайды. Тіпті профессордың өзі де ойдағыдай өтеді деп, мені тас түйін сендіріп отырған жоқ. Демек, қауіп-қатер бар. Қорқыныш дегеніміздің өзі қауіп-қатерді күні бұрын сезіну емес пе екен? Бізбен көрші палатадағы бір кісі операция жасатар алдында қасындағы жолдастарына әзілдеп, қорықпаңдар, менің өлуге правам жоқ, өйткені балаларым әлі тым жас депті. Мүмкін осы бір әзіл сөзде көп шындық жатқан шығар. Онда әлгі үрей дегеніміз аса күшті жауапкершілікті сезіну ғана болып шықпай ма? Бір данышпан, үрей басқа түсетін бәле жаланы, бақытсыздықты, азапты күту депті ғой. Ар ұят дегеніміздің өзі де абыройды айрандай төгіп алудан қорқу, үрейлену емес пе? Демек, кәдімгі ұяттың өзі де үрей. Дәлірек айтсақ, адамдар бақытсыз боп қалам ба деп үрейленеді екен. Онда тек бақытты жандар ғана қауіп-қатерден шошитын болғаны ма? Ал бақытсыздар ше? Олар тәуекелшіл, жанкешті боп келе ме? Мен ертең операцияға баруға жүрексініп тұрмын. Демек, азды көпті бақытты жан болғаным ғой. Бірақ бақыт дегеннің өзі не? Мен соны толық түсінем бе деген күдік ойда жоқта сап ете түсті. Бақыт адамның ойлаған арманына жетуі шығар. Бірақ адамда арман көп қой. Соның бәріне қолы жеткен адам ғана шын бақытты ма? Әйтсе де адамның арманы сірә тіршілікте таусыла қоймас. Сонда қалай?
Жер бетінде бақытты жан жоқ па? Бар әрине, көп. Әйтпесе неге біреулерді бақытты, біреулерді бақытсыз дейміз? Мүмкін бақыт дегеніміз өзгермейтін тұрақты, қатып қалған нәрсе емес шығар. Бүгін бақыттың дәмін татқан кісі күні ертең-ақ қайғыға уланып қалуы ықтимал емес пе? Сөйтіп, мен бақыттымын ба, жоқ па? Арманына жеткен адам бақытты десек, мен шынында да бақытты шығармын. Оқыдым, өзім қалаған мамандыққа ие болдым. Қызметім де жаман емес. Тату-тәтті отбасын құрдым. 2 бірдей ұлым бар. Жап-жақсы пәтер алдым. Бірақ мен тек осыларды армандадым ба? Жоқ, әрине арманым көп. Мүмкін бір кезде бүкіл арманымның бәрі түп-түгел орындалар. Ол үшін күресу қажет. Ал күресу үшін ертеңгі операциядан тірі шығу керек. Меніңше, бақыт дегеніміз қарабастың қамы емес. Басқаларға қыруар қуаныш, зор шаттық сыйлаған жандар ғана бақытты. Ал мен өзгелер үшін не істедім? Бәрін тек өзім үшін ғана істеп жүрген сияқтымын ғой. Рас, біздің құрылыс ұйымы жақсы тұрғын үйлер салды. Инженер құрылысшы ретінде мен де оған аз үлес қосқам жоқ. Өзіміз салған үйлерде біреулердің тұрып жатқанын көргенімде төбем көкке жеткендей болады. Бірақ сол үйлердегі мыңдаған тұрғындардың тым құрыса бір-екеуі мына жарық дүниеде Ержан деген инженер барын біле ме? Жоқ, әрине. Білуі шарт па? Жоқ, білмей-ақ қойсын. Риза болса да жетіп жатыр. Дегенмен осының бәрі сәл-пәл өкінішті-ақ. Мәселен, артист сахнаға шығып 3 минут өлең айтып берсе, бүкіл зал даурығып қол соғады. Ал біздер күні-түні тынбай еңбек етеміз. Адамдарға 3 минуттық емес, ғұмырлық қуаныш сыйлаймыз. Алайда бізге тірі пенде қошемет көрсетпейді. Әй, қойшы сол қошеметті. Соны өзім де жақтырмаймын. Сол үйлерді әйтеуір біреулер терлеп тепшіп тұрғызғанын жұрт біледі емес пе? Сонымен мен бақыттымын ба, Гаухар? Сен осыны көп сұраушы едің ғой. Бұрын бұл сауалға жауап бере салуда оп-оңай көрінетін. Шындап ойланғанда қиын екен-ау. Адам жайшылықта жұмыстан бас көтере алмай, титықтап жүреді ғой. Мұндайда ол өзінің шексіз бақытты екенін де онша сезе бермесе керек. Тап бүгінгі күнге дейін уайым атаулы ойыма кіріп те шыққан жоқ еді. Әке-шешем маңдайымды күнге шалдырмай өсіріпті. Тоным тозып, атым арып көрген емес. Жұрт қатарлы оқыдым. Инженер құрылысшы болдым. Қызмет жағынан да тасым өрге қарай домалап келе жатыр еді. Отбасы жағынан да мен өзімді ешкімнен сорлы санамаймын. Суымды сүт қылып отырған сен ғой, Гаухар. 2 ұлым кешкісін алдымнан жүгіріп шығып, мойныма асылғанда ет жүрегім елжіреп кетеді. Мен десе ішкен астарын жерге қоятын достарым да аз емес. Қызметтес жолдастар өз алдына бір төбе. Туған туысқандар да жетіп жатыр. Жер жұғартып жүрген жанға бұдан артық не керек? Еш нәрсе. Онда мен осынша байлықтан ең алдымен сенен, Гаухар, 2 бірдей баламнан, сосын жора жолдастарымнан, сүйікті жұмысымнан, бауырларымнан айырылып қалам ба деп қорқып жатқан шығарым. Егер бұлардың бірде-бірі менде жоқ болғанда, ертеңгі операцияға тайсалмай батыл жүріп барар ма едім? Жоқ, әрине, бұлардың бәрінен де қымбат тағы бір нәрсе бар. Ең алдымен мен соны қимайтын сияқтымын. Ол өмір. Сол өмірге деген құштарлық. Демек, мен өмірдің өзіне ғашықпын. Ғашықтар бірін-бірі оңайлықпен қиып тастап кетпейтіні саған да мәлім ғой. Жер бетінде тіршілік иесінің бәрі де өмір сүруге шексіз құмар. Бұл құмарлық олардың бойындағы табиғи соқыр сезімнен туындап жатпай ма?
Ажалды соншалықты үрейлі етіп көрсететін нәрседе сол өмірге деген құштарлыққа байланысты шығар. Егер дана табиғат оларға осы бір қорқыныш сезімін сыйламағанда не болар еді? Онда бірде-бір тіршілік иесі өзіне төнген қауіп-қатерден қорғанып, өзін өзі сақтап қалуға әрекет жасамас еді. Ал қорықпаса, қорғанбаса, онда олардың бәрі жер бетінен әлде қашан-ақ жойылып, жоғалып кетпес пе еді. Гаухар, сен мынадай бір нәрсеге назар аудардың ба? Әдетте өз бетінше жабайы өскен өсімдіктер мен ағаштардың тікенегі сұмдық көп болады ғой. Ал бау-бақшада қолдан егілген гүлдер мен жеміс ағаштарында тікен жоққа тән. Неге? Себебі жабайы өсімдіктерге инедей өткір тікендер керек-ақ. Өйткені олар өлмей, тіршілік ету үшін өзін өзі қорғауға мәжбүр. Қурап қалмау үшін олар барын салып, 7 қабат жер астына бойлап, тереңге тамыр жайып, су іздеп табады. Бұл өмірге құштарлық емес пе? Ал бау-бақшадағы өсімдіктер тым нәзік келеді. Кезінде баптап, суарып тұрмаса, тез қурап қалады. Себебі ол адамның мәпелеуіне арқа сүйеп кеткен. Жан-жануарлар да солай ғой. Олар бір-бірінен қорқады, бір-бірінен сақтанады. Соның арқасында ғана олар жер бетінен мүлдем жойылып кетпейді. Белгілі бір мөлшерде сақталып отырады. Бесенеден белгілі нәрселерді несіне жіпке тізіп айтып отырсың дейсің ғой. Мұнда да гәп бар. Мен саған бұл арқылы қорқыныш дегеніміз тек жиіркене қарайтын жексұрын сезім емес. Қайта тіршілік атаулыны жойып жібермей, сақтап қалу үшін өте-мөте қажетті қасиет демекпін. Қорқыныш сезімі адамға да жат емес қой. Бұл заңды да. Өйткені адамда өзін өзі сақтап, әрі қарай жетіле түскісі келеді. Әйтсе де, су жүрек, қорқақ адамды ешкім дәріптемейді ғой. Қайта ондай қоян жүректерді жұрт мазақтап масқара етеді. Неге? Міне, 90 ауыз сөздің тобықтай түйініне енді ғана жетіп келдік. Адам басқа тіршілік иелері тәрізді табиғи қорқыныштың құлы емес. Ол өз бойындағы небір сұмдық үрей сезімдерін өз еркіне бағындырып, қорқыныш атаулының бәрін ақыл парасатқа жығып бере алады. Демек, үрейге бой алдыру яки алдырмау адамның өз қолындағы нәрсе. Белгілі бір құбылыс қорқынышты ма, жоқ па деген мәселені адам қашанда парасат таразысына салып көріп шешуге тиісті сияқты. Ал мен операция жасату жайын ақылға салып, қабырғамен кеңесіп, әбден толғанып барып, үзілді кесілді шешкен сияқты едім ғой. Олай болса, бүгін үрейге бой алдырғаным қалай? Әйтсе де мұндайда бір тоқтамға тоқырап, көңілді тас түйін бекітіп алу қиын екен. Үрей толқындары қайта-қайта тулап, жаныма тыныштық бермей-ақ қойды. Минут сайын әр ойдың түбіне бір түсіп, ақылым 60 жаққа алып қашты. Ақай жоқ, тоқай жоқ, неге шошимын сонша? Басымды неге бүгін бұлт айнала берді? Дүниенің бар тауқыметі жалғыз маған төнгендей соншама таусылғаным несі? Үрейден жүрегім қарс айырылатындай-ақ, оншалықты су жүрек емес едім ғой. Әлде сол жүрек құрғырдың өзі бір сұмдықты сезе ме? Өзімдегі үрейдің сырын енді ғана ұқтым. Гаухар, кешегі бір жайсыз оқиға есіме түсті. Жүрегіме дерт байлап, көңіліме түйткіл түсірген нәрсенің не екенін енді ғана ойлап таптым. Гаухар, сен мені операциядан зәресі қалмай жатыр екен деп ойлап қалма. Менің тап қазіргі көңіл күйімді тереңірек сезінсін деп, әңгіменің бояуын сәл-пәл қоюлатып жіберсем керек. Әйтпесе көңіл жүдеп, жан жұтайтындай маған еш нәрсе бола қойған жоқ. Әділін айтып, ақ сөйлегенге не жетсін? Біздің профессор нейрохирург қолы алтын, ғажайып жан ғой.
Ол талайларды тікелей төніп тұрған ажал аузынан суырып алып қалды деуге болады. Аяқ қолы бірдей сал боп, талай жылдар үйінде тырп етпей жатқан мүгедектер осында келіп кәдімгідей жазылып кетіп жатыр. Осында зембілге жатып келген жарым жан байғұстар 1-2 айдың ішінде үйлеріне өз аяқтарымен жер басып кетуде. Нейрохирургиялық операциядан кейін қос балдағын лақтырып тастап, аяғын батыл-батыл басып кетіп бара жатқандардың қуанғанын көрсең бар ғой. Гауһар, онда көп нәрсені маған айтқызбай-ақ түсінер едің. Бірақ адамның құлағы жақсылықтан гөрі жамандық хабарды тезірек шалып қалады деймін. Қаншама көп адам осы ауруханадан құлантаза жазылып шығып жатыр ғой. Дегенмен, олар онша көзге көріне бермейтін тәрізді. Үйреншікті нәрсе сияқты. Ал оқта-текте ұшырасып қалатын бірен-саран қайғылы оқиғаны сол заматта күллі аурухана егжей-тегжейлі естіп үлгереді. Кеше 3 науқасқа операция жасалды. 2-еуі аман-есен шықты. 1-еуі операция столында дүниеден өтіпті. Міне, осы суық хабар дүңк ете түскенде бәріміздің де қабырғамыз қайысып, еңсеміз езіліп кеткендей болды. Қас пен көздің арасында бір палатадағы 3 адамның да шілігі шағылып, меселі қайтқандай еді. Сол сәтте бәріміз де еріксіз тұнжырап, көпке дейін еңсемізді көтер алмай қалдық. Әйтсе де, бір жола торығып, түңіліп кеткен жоқпыз. Сәлден кейін-ақ біздер өзіміздің үйреншікті қалпымызға келе бастадық. Тіпті онша-мұнша әзіл қалжыңда естіле бастады. Бірақ оқыстан палатаға бір топ ақ халатты адамдар мен нейрохирург кіріп келгенде төбемізден жай түскендей боп, іштей тіксініп бәріміз де үрпиіп қалдық. Өйткені біз кешегі өлген жігітті әлі ұмыта қойған жоқ едік. Мына профессор бүгін бізге күндегідей мейірімді емес, қайта тура жаналғыш Әзірейілдің өзіндей боп көрініп кетті. Ажалға араша түсе алмаған осы бір топ ақ халатты жандарды іштей кінәлап тұрғанымда, профессор маған тесіле қарап, ертең сізге операция жасаймыз деді. Болмаған, ендігі кезек сенікі, ертең сен өлесің дегендей боп естілді. Бұрынғыдан бетер зәре құтым қашты. Дәрігерлер есіктен шығып кетісімен-ақ, үшеуміз де мойнымызға су құйылғандай тұнжырап, бір-бірімізге тіс жармай сөлбіредік те қалдық. Қасымдағы кісілердің не ойлап, не қойғанымен ісім болған жоқ. Мүмкін олар бір-бірімен сөйлескенде шығар. Бірақ өз басым тас керең боп қалған адамдай ештеме естігенім жоқ. Бар ойым кеше өмірден өткен жігітте еді. Кейде тағдыр адамға қандай қатыгездік жасайды десеңші. Небәрі 25 жаста екен. Ал мен 35 жастамын ғой. Демек, ол өмірдің ащысында, тұщысында менен 10 жыл астатқан. Бірақ кім білсін, өмірде не болмайды. Мүмкін, ол өмірдің азабында, ләззатында менен көбірек сезінген шығар. Әрине, адам 100 жасаса да көптік қылмайды. Бірақ мезгілсіз сөнген өмір шамынан өкінішті, одан қасіретті дүниеде еш нәрсе жоқ шығар. Сол палатадағы жігіттердің айтуынша, оның дерті де құдды менікі сияқты. Яғни омыртқаның ішіне жұлын миға өсіп шыққан ісік екен. Медицина тілінде мұндай науқасты эпендимома деп атайды. Бірақ оныкі осы кеселдің тым асқынып кеткен түрі. Бұл аурудың ең басты белгісі аяқ-қолдың қызметі нашарлай бастайды. Ал әлгі жігіт соңғы кезде мүлдем жүре алмай төрттағандап қалған екен. Мен де 5-6 айдан бері өзімнен өзім кәдімгідей ақсаңдай бастадым.
Алғашында мұны әншейін өткінші қыңқыл-сыңқыл ауру шығар деп онша елең қылмай жүрдім. Бірақ өкінішке орай науқасым мен ойлағандай жеңіл-желпі боп шықпады. Дәрігер әбден қарап болған соң маған, сізді профессордың өзі көруі керек деп, осы нейрохирургтың фамилиясын атады. Бұдан кейінгі оқиғаның бәрі өзіңе жақсы мәлім ғой, Гауһар. Есіңде ме, осы профессормен алғаш әңгімелескеніміз? Қасымда сен де бар едің ғой. Доктор, айтыңызшы, операция аяғыма жасала ма деп сұрадым мен. Жоқ. Енді қалай? Менің аяғым ғой ауыратын, доктор. Жоқ, гәп аяғыңызда емес, жігітім. Енді неде? Омыртқада. Дәлірек айтсақ, жұлында жатыр. Сосын мені белуарыма дейін шешіндіріп, етбетінен төсекке жатқызды. Сөйтті де қасыма келіп отырып, арқама қолын салды. Сосын көк желкеден бастап, құйымшақтың тұсына дейін созылып жатқан омыртқа сүйектің үстінен алақанымен бір сипап өтті де. Міне, осы ұзын қаңқа сүйек омыртқа деп аталады деді. Мұның өзін бүкіл организмді тіреп тұрған ұстын деуге де болады. Сол омыртқа ұстынның іші қуыс, кеуек. Бірақ әлгі қуыстың іші бос емес. Омыртқаның ішінде ұзынан ұзақ түсіп жұлын жатыр. Жұлын да ми, ол бас сүйектің ішіне орналасқан орталық мидың жалғасы. Ұқтың ба? Сол жұлын сан миллиардтаған жіп-жіңішке талшықтардан құралған. Әрбір осындай талшық нервтің жіңішкелігі. Қалай аласыз? Деппін мен сасқалақтап. Қалай дейтіні бар ма? Омыртқаны кесіп ашамыз да алып тастаймыз. Профессор одан әрі не айтып, не қойғанын естігемде, тыңдағамда жоқ. Омыртқаны кесіп ашамыз дегенде-ақ азап ойым қаза боп кетті. Құлагер, қолда өсірген құлыным-ай, ішінде омыртқаның жұлыным-ай, осылай деп зарлаған кім еді? Қапелімде есіме түспей дел сал болдым. Ақыры таптым-ау. Атақты ақан сері ғой. Жан серігі тұлпары қайғылы қазаға ұшырағанда ақын осылайша күңіренген. Жұлын. Осы бір сөзге бұрын мән бермей, ой тоқтатпай келсем. Қасқалтақтың қанындай етіп қадірлейтін, барынша қастерлі, жанындай жақсы көретін, ең аяулы нәрсесін қазақта жұлыным дейді екен ғой. Бәсе, адамның жан жүрегіне мейлінше қатты тиетін, кісіні діңкелетіп кететін, шектен тыс ауыр қайғы қасіретке тап болған сәтте, көне көз қариялар жұлынға тиді деп жататынды. Күллі қарғыс атаулының ең ащы, запырандай улысы да жұлының үзілгір дегені шығар. Өйткені халықта жұлыны үзілді деген сөздің мән мағынасы тірегі құлады, таянышы жоқ болды, тұғырдан тайды, дүниеден өтті деген ұғымды білдіреді ғой. Демек, ертең менің ең жанды, ең қиын жеріме омыртқа сүйектің ішіне операция жасалмақ. Мүмкін бұрын омыртқасын кестіріп көрген адамдармен кеңесіп алу керек шығар. Сен қалай ойлайсың, Гауһар? Операция жасатамыз ба, жоқ па? Тіпті өлмегеннің өзінде мүгедек боп қалсақ қайтеміз? Ондайлар да бар екен. Бұл не өзі? Күдік пе әлде үрей ме? Мүмкін бұлардың бір-бірінен айырмасы да жоқ шығар. Адам бір нәрсеге күдіктенсе-ақ қорқа бастайды ғой. Ал егер қорықса, онда әлде неге күдіктенгені емес пе? Жоқ, секем алу, иланбау шындап келгенде үрейден де қауіпті. Үрей өткінші сезім, кейде қас қағымда ұмытылып кетеді.
Ал күдік ұзаққа созылатын, кейде ғұмыр бойы ем қонбайтын ауыр дерт. Күн көрмеген ағашқа құрт түскіш келеді. Бойында от жалыны аз, қам көңіл жандарға да күдік құрты үйір болады. Бұл өзі адамды іштен жеп, тауысатын аса қатерлі науқас. Қазір менің тағдырымды тауысып бара жатқан сезім, азап отына салатын күдік емес. Қас-қағымда зырқырап өте шығатын жай үрей ғой. Бүгін менің үрейленуімнің тағы бір сыры бар. Өзің білесің, маған операцияны тағы бір айдан кейін жасауы керек еді. Ал профессор бүгін келіп, ертең жасаймыз деп үзілді-кесілді айтып кетті. Неге өйтті дейсің ғой? Сен білмейсің бе? Ал мен бүгін профессордың көкейіндегі көмескіні бірден-ақ болжадым. Қалай дейсің ғой? Логикалық әдіспен ойлап, кісінің көкейіндегісін көре білу пәлендей қиын да емес сияқты. Өзің-ақ ақылға салшы. Кеше марқұм болған жігітте нақ осындай мендегідей дертке шалдыққан еді. Кеше оған операция жасап, омыртқаның өзін ашып көрген бойдақ профессор мені есіне алды. Қатерлі ісік ұлғайып, тамыр жайып кетсе, істің насырға шабарына дәрігердің тағы да бір рет іс жүзінде көзі жетті. Сол минуттақ ол маған неғұрлым тезірек операция жасау жөнінде іштей үзілді-кесілді шешім қабылдады. Міне көрдің бе, көп нәрсені айтқызбай-ақ түсіне беруге болады екен. Сол жігіт жатқан операция столына ертең мені салатынын ойлағанымда, жүрегім асаудай тулап, тынысым тарылып сала береді. Шынында да, ой дегенің қаза берсең түбі жоқ, қазбағанға нәрі жоқ, түпсіз бір шыңырау ғой. Ауыр ойлардан бір сәтке болса да арылармын деген мақсатпен мен тысқа шықтым. Менің қолдаушыларым, жалғасын келесі бөлімнен тыңдай аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.